Сәмет Сумырудың ізіне түсіп, мен саған ажырасуға келісім бермеймін, жеке жайға қайтып ораласың деп қысым көрсетеді. Сол кезде көшедегі туристер Сәметті танып, оған қонақ үйлері жайлы сұрақ қоя бастайды. Сумыру сол сәтті пайдаланып, көлігіне отырып кетіп қалады. Сәмет те іле-шала артынан ере түседі. Көлікпен артынан қуып келе жатқанда, Сәмет жолдың қарсы бетіне шығып кетіп, жүк көлігімен соғысып, жол апатына түседі. Жедел жәрдем келіп жетіп, ауруханаға алып кетеді. Дәрігер Сәмет бидің жағдайы өте мүшкіл дейді. Жиһанның адвокаты Назим Жиһанға хабарласып, әкесінің жол апатына түскенін хабарлайды. Жиһан алып шығып ауруханаға жетеді. Сәмет Жиһанға келгеніңе рахмет дейді. Дәрігерге кірген Жиһанға дәрігер: Сәмет мырзаның жағдайы қиын, бір бүйрегін алып тастадық. Енді тез арада бір бүйрегін ауыстыруымыз керек дейді. Жиһан мен Мелек көшеде ұшырасып қалады. Мелек өз көзіне өзі сенбейді. Бұл Жиһан ба, әлде түсім бе деп қарап таң қалады. Мелек, әкеңнің жағдайын естіп келдің бе деп сұрайды. Жиһан иә дейді. Содан Мелектен өзіне тағы бір мүмкіндік беруін сұрап, бәрін басынан бастайық дейді. Мелек енді оған сене алмайтынын айтып, мүмкіндік беруден бас тартып кетіп қалады. Бас дәрігер Сәметтің танысы еді. Ол Сәметке: бір бүйрегіңе трансплантация жасауымыз керек. Туғандарыңнан кім донор бола алады, кімнің бүйрегі сәйкес келеді? Жиһан, Асад, Харика, Хикметтерден сараптама алуымыз керек. Егер олардікі сәйкес келмесе, басқа адамдардан іздеуіміз керек дейді. Сәмет: Буняминнен ал сараптама. Бунямин менің ұлым дейді. Сәметтің дәрігерге солай айтып жатқанын Хамиет естіп қояды. Солай тағы бір құпияның шеті шығады. Дәрігер бәрін жинап алады. Асад Буняминге шығып кет дейді. Дәрігер: жоқ, Бунямин қала берсін дейді де, барлықтарыңыз қан тапсыруларыңыз керек. Бірінші туған дәрі, әрі қарай басқа адамдар дейді. Барлығы, соның ішінде Бунямин де дәрігердің айтқанына келіседі. Бунямин барлық адамдарды жинап алып, Сәмет мырза үшін жанымыз пида, барлығымыз барып донор болуымыз үшін қан тапсырамыз деп үгіттейді. Буняминнің әйелі: сен шынымен сараптама жасатпақсың ба? Егер сенің бүйрегің сәйкес келіп жатса, бүйрегіңді алған соң сен оларға керек болмай қаласың. Маған да, бүйрексіз сен маған да керек емессің. Егер сараптама жасататын болсаң, мен сенен ажырасамын деп шарт қояды. Хикметті Шаншаландардың офисына бір жігіт іздеп келеді. Мен саған көмектесе аламын ба? Хикметті не үшін іздедің дейді Нұх жігітке. Жігіт Хикмет өзінен ескі көлікті жалға алғанын, бірақ ақшасын әлі бермегенін, сол үшін іздеп келгенін айтады. Нұх Мелек пен Сеңілайдың жол апатына ұшырағанына Хикметтің қатысы бар екеніне сезіктеніп, ауруханаға Хикметке келеді. Сен қандай адамсың? 2 жас қызды өлтірмек болдың ба? Шындығыңды айт. Мақсатың не еді? Жоспарың неге іске аспай қалды деп сұрақтың астына алады. Хикмет басында барлығын жоққа шығара бастайды. Бірақ Нұх қару алып шығып үркіте бастаған соң мойындауына тура келеді. Оларды өлтіру деген ойымда да болған жоқ. Мен тек Мелектің құрсағындағы баладан құтылмақ болдым. Кішігірім авария жасап, Мелектің баласын түсірмек болдым деп мойындайды. Ауруханадан шығып бара жатып, Нұх Жиһанмен ұшырасып қалады. Оған: сен Мелек пен Севилайдың бір өлімнен аман қалғанын білесің бе деп жатқанда, Харика: әкемнің жағдайы нашарлап барады, өліп кету мүмкін деп жылап жүгіріп келеді. Барлығы асыға жетіп, әкелерінің жанына барады. Дәрігер: жағдайын қалпына келтірдік, тез донор табуымыз керек дейді. Содан Шансаландар әулетінің жұмысшыларының бәрін қан тапсыруға келеді. Дәрігер сараптама қорытындысын айтады. Жиһан мен Асадтың бүйректері сәйкес келмейтінін, ал Хариканікі сәйкес келеді, бірақ денесінде вирус болғандықтан оныкі де жарамайтынын айтады. Содан тізімді қарап, бір адам тапсырмапты, ол Бунямин дейді. Асад Буняминге хабарласып: неге қан тапсырмадың, дереу кел, тапсырасың дейді. Бунямин: тапсырдым, дәрігерлер шатастырып алған ғой деп өтірік айтады. Бірақ қан тапсырмаған еді. Содан ол да қан тапсырады. Сәметті үйге шығарады. Ниһаят Сәметтің туған күніне орай жақындарына кеш ұйымдастырады. Ол жерге Сумруды да шақырады. Сумруды көрген Сәмет неғып жүр деп ашуланады. Ниһаят: менің тағы да тосын сыйым бар, бәрін шақырыңдар дейді. Содан: мен бүгін 2 жақын адамды табыстырмақшымын. Бунямин бері келші деп шақырып алады да: Сәмет сенің әкең дейді. Барлығы Ниһаят есінен алжас деп қарап тұрады. Ниһаят: міне қара, Сәмет ДНК сараптамасы дейді.
Сәмет сараптаманы алып оқымастан, сіз не деп көкіп тұрсыз деп қағазды лақтырып жібереді. Сараптаманы сұмырып алып, Сәмет Бұняминнің 99% әкесі екенін ДНК сараптамасы растайды дейді. Ешкім бұндайды күтпеген еді. Бұнямин жаңа ғана жария болған шындықтан сол жерде есінен танып қалады. Әрі қарай не болмақ? Ол жағын менің каналыма тіркеліп көре аласыздар. Видео соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп, лайк басып, сондықтан каналыма тіркеліп қойыңыздар.